Бәріне сәлем достар, сендер менен Казмастер. Бүгінгі видеода біз AliExpress'тен тауарлар ашатын боламыз. Міндетті түрде арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңдер. Ал біз бастаймыз. Достар, бүгін бізге AliExpress'тен осындай екі бірдей посылка келіпті. Соған бүгін біз распаковка жасайтын боламыз. Ал кеттік. Мынадан бастайық. Мынаны қоя тұрамыз, достар. Достар, міндетті түрде арнаға тіркеліп, лайк басып отырыңдар. Мен бұның ішінде не тұр екенін біліп тұрмын. Бұлай аккуратно бұлай ашайық. Қазір, достар, мен қателеспеппін. Және де, достар, бұл переходник. Бұны мен примерно бір 600 теңгеге алдым. Примерно, нақты білмеймін. Бұл переходник, бір жағы USB, бір жағына ескі клавиатура мышканы қосады. Достар, ал біз екінші посылкамызды ашуға кеттік. Достар, бүгін переходниктер ғана кепті. Міне, достар, бұл OTG кабель деп аталады, немесе OTG, әркім әрқылай айтады. Бұл бұлай ғой. Мына жақ Type-C, мына жақ USB. То есть USB тағыз мына жаққа. Мынаны телефонға қосасыңдар, мына жаққа флешка, джойстик, клавиатура, мышка, барлық USB порттарды қоса беруге болады. Мені, достар, бұл Type-C және де микро USB. Бұлайша айтқанда барлық андроидтардың телефондарына келе береді. Бұл екі переходниктен не үшін алдым? Бұны қазір көретін боласыңдар. Айтпақшы, достар, бұл екеуінің де ссылкасы описанияда болады. Қызықтырса, кіріп қарап көріңдер. Міне, достар, переходниктерді бір-біріне қосамыз. Мына екі клавиатура мен мышка, бұлар ескі, сондықтан осындай переходник берген болатын арнайы. Сосын оны OTG кабельге қосамыз, ал OTG кабельді телефонға қосатын боламыз. Достар, көріп тұрсыңдар, бұнда барлығы істеп тұр. Міне, қазір Google-ға кіреміз. Достар, барлығы ізделіп тұр. Өте тамаша. Достар, бұған айта кетерлік, флешка, джойстикте қосуға болады. Қазір мен оларды қоса алмаймын, өкінішке орай. Бірақ мұнаның өзі жеткілікті. Мышка жақсы істеп тұр. Достар, осы клавиатура мышкамен осы бір ойынды ойнап көрейік. Бастап қойдық. Міне, достар, бұнымен барлық ойындар емес, көп ойындар ойналады. Бұл өте жақсы. Міне, достар, және де, достар, джойстиктерім болса, Call of Duty Mobile'да джойстикпен ойнауға болады. Және де біз соғылып қалдық. Өте керемет құралдар. Достар, бүгін мен осындай екі переходникке распаковка жасап тестіледім. Міндетті түрде арнаға тіркеліп, лайктарымды басып кетіңдер. Бұл екі тауардың да сілтемесі описанияда болады. Ал мен Казмастер, лайктарымды басыңдар, сау болыңдар.